Сәлем достар! Бүгін мен сіздерге не үшін өзімнің жүгіруді жақсы көретінім туралы айтып бергім келеді. Мүмкін менің себептерімді естіп болғаннан кейін сіз де жүгіруді жақсы көретін боласыз. Осыдан 6 ай бұрын мен жүгіруді жақсы көретін емес, керісінше жек көретін адамдардың тізімін жасаса, онда бірінші орында тұратын едім. Себебі мен ол кезде 30 километр түгілі 1 километрда жүгіре алмайтым. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Біраз уақыт өте келе жүгіруді қалай жақсы көріп кеткенімді білмей қалдым. Сонымен мен не үшін жүгіруді жақсы көремін? Номер бірінші себеп – денсаулық, зор байлық. Денсаулығымыз мықты болса, алдымыз қойған мақсаттарымызды және де өзіміз қалаған заттардың барлығын жасаймыз. Денсаулық жоқ болса, өмірдің қалай қарай жалғасатынын өзіміз де білмейміз. Сондықтан кез келген денсаулыққа пайдалы жаттығу болсын, жүгіру болсын, ол біз үшін пайдалы екендігі сөзсіз. Сондықтан бірінші себеп денімізді сау болу үшін және мықты болу үшін біз жүгіреміз. Екінші себебі, жүгіру арқылы мен өзімді одан сайын бақытты бола бастағанды сезе бастадым. Ғалымдардың және де көптеген зерттеулердің нәтижесі бойынша адамдар жүгірген кезде олардың денесінен бақыт гормондары бөлінеді екен. Және де олардың бойындағы стресс көлемдері де тез азаяды. Кез келген оқиғаға олар өте оптимистік және де жақсы көзқараспен қарай бастайды. Бүгін жүгірмедім, көңіл күйім жоқ. Жүгіру арқылы және жүгіруді әдетке айналдыру арқылы мен өмірдің әрбір сәтіне өзімді дайын екендігімді сезіне бастайтын болдым. Суықта да, жылыда да, қандай күннің ыстығында да, суығында да, жаңбырдың астында да, желде де, қандай сәттерде де жүгіріп көрдім. Және де сондай ситуациялардың барлығынан жүгіріп өтіп болғаннан кейін өзімді қандай сәттерде, қандай ситуацияларда да үндемей тоқтап қалмайтынды. Ағыстың әсерінен бізде шторм болды. Жаңбыр қатты жауды, сіркіреп, тоқтамай күні бойы жел қатты соқты, күн суық болды. Нәтижесінде біз жүгірмейміз деп ойладық. Алайда біздің тобымызда болған бір капитан бала күн суық болса да, жылы болса да, біз жоспарладық па, жүгіреміз деді. Сөйтіп, жоспардан ауытқуға болмайтынын түсіндік. Бірақ нәтижесінде 35 километрді тоқтамай тұрған жаңбырдың астында 4 сағат жүгіріп шықтым, жел қатты соқты, мұхиттағы тас құмның барлығы бетіме қарай шашырады. Ал бұрын осындай оқиғаларға тап болып көрмеген маған стресс болды. Алайда, соңына дейін жету керекпін, оны істей аламын деген оқиғалардан кейін соңына финишқа жеттім. Міне маған сол өте қуаныш сыйлады. Сондықтан егер жүгіріп бастаймын десеңіз, қандай да оқиға болса, дауыл болса да, жаңбыр жауса да, күн қатты шығып тұрса да, тоқтауға болмайды. Тоқтамау арқылы сіз қандай да ситуацияға болсын, дайын боласыз. Келесі себеп ол шыдамдылық және де фокус деп атасам болады. Егер де сіз басында 600 метрді жүгіруге шаршасаңыз, бірақ та өзіңізді қинап болсын, әлде міндеттеп болсын, 1, одан кейін 5 километр, 6, 15, 20, 25, 30, 35, ал ең соңында марафонды жүгіретінде 40 километр жүгіріп өзіңіздің жүгіріп жүргеніңізді байқасаңыз, сіз осы уақыттың аралығында өзіңіздің шыдамдылығыңызды және де фокусыңызды дамыттыңыз деген сөз. Дауыстар маған бүгін видео жаздырғысы келмейді. Көңіл күйімді көтермейді. Тоқтамай ұзақ қашықтықтарға жүгіргеннен кейін сіз өзіңізге жаңа бір магияға ие боласыз. Ол магия және сиқырлысыз. Басқа ешкімге айтпаңыз, өзіңіз ғана. Ол жүгіру және өмірдегі әрбір оқиға кішкентай қадамдардан тұрады деп аталады. Ешкімге айтпаңыз бірақ та. Бұрындары мен жүгірген кезде ұзақ қашықтықтар 5 километр, әлде 8 болсын, бір мезеттерде тоқтап қалғым келетін. Содан кейін тоқтап қалғым келеді деген ой келгенде мен шынымен де тоқтап қалатын, аяғымды да қозғамайтын. Сөйтіп ары қарайғы километр жүгіру керек километрімде еріксіз жүріп өтетінімін. Сөйтіп тоқтап қаламын. Алайда бір жолы байқадым. Әдеттегідей тоқтамақшы болдым, бірақ та ойыма келді. Егер де мен осы кішкентай ғана болсын қадам жасасам, бір қадамның жартысындай болсын қадам жасасам, әйтеу бір жетемін ғой деген. Бірақ сол сәтте тоқтағым келіп тұрды. Бірақ
тоқтамай сол кішкентай болсын қадамдарды жасау арқылы соңында финишке жеттім. Сол күні мен жүгірудің магиясын түсінген сияқты болдым. Одан кейінгі жүгірулердің ешқайсында тоқтаған жоқпын. Сөйтіп, кішкентай қадамдардың өзі өмірде де, жүгіруде де үлкен рөл атқарады. Жүгіру менің ұйықтау режимімен ерте тұруыма көп себеп тигізді. Себебі мен ерте тұрып жүгіретіндігімді білгендіктен, ерте тұруға және де сол үшін ерте ұйықтауға тырыстым. Егер де сіз ерте тұру мен ерте ұйықтау сияқты мәселелер ойландырып жүрген болса, жүгіруді сіз өзіңіздің таңертең тұратын мотивацияңыз ретінде қолдансаңыз болады. Жүгіру мен сияқты қыздарды арық ете түседі. Әрине, арық болу ол соншама қойшы айтқым келеді. Жүгіруді тоқтатпау сізді одан сайын мықты ете түседі және де өзіңіздің қазіргі бар нұсқаңыздан, ертеңгі күнгі бар нұсқаңыздан мықты болуға болатындығын көрсетеді. Мәселен, мен басындағы жылдамдығыммен басында жүгірген километрлар мөлшерін қазіргі күнмен салыстыра алмаймын. Алайда менің әлі де жылдамдығыммен және де өзімді жүгіру барысында қалай ұсталу сияқты мәселелермен әлі де айналысуым керек. Бұл мені әлі де бір орында тоқтау емес, жылдамдығымды арттырып, одан сайын мықты, күшті бола түсуге мотивация. Жүгіру өзіңіз тұратын елді мекенді одан сайын тануға үлкен мүмкіндік. Сіз тұратын қалада немесе елді мекенде күнделікті өмірде көзқараспен қарағанда көп сұлулықты немесе де ондағы бар негізгі ерекшеліктерді байқау мүмкін емес. Алайда жүгіру барысында және жүгірудің әрбір кезінде өзіңізге арнайы жол және маршрут таңдау арқылы өзіңіздің жеріңізді және онда болып жатқан оқиғаларды және де өзгерістерді жаңа көзбен, жаңа бағытпен күнде көруге мүмкіндік аласыз. Өзіңізді тануға және де өзіңіздің мақсаттарыңызбен өзіңіздің шынымен де кім екеніңізді тануға үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Себебі жарты сағат болсын, 1 сағат болсын, әлде 20 минут болсын, тек жүгіру арқылы сіз өзіңізге өзіңіз көңіл бөлесіз. Ал өзіңізді тани бастасаңыз, шынымен де өзіңіздің қай істе мықты, ал қай істе нашар екендігіңіз туралы ойланып, мақсаттар мен приоритеттерге көңіл бөлуге болады. Жүгіру кезінде тағы да пайдалы заттармен айналыссаңыз болады. Мысалға, аудио кітап оқисыз, әлде өзіңіздің сүйікті музыканы тыңдайсыз. Сөйтіп сол арқылы 2 және 3 заттарды біріктіру арқылы сіз дәл бір уақытта бірнеше қуанышқа және де рахатқа бөленесіз. Жүгіру сізді ақылды ете түседі. Тамаша! Егер де жұмыс кезінде немесе сабақ оқу кезінде сізге қосымша ми жасушалар керек болса, онда жүгіріңіз. Мен сізге кеңес беремін. Жүгіруді мен жақсы көретін келесі себептердің бірі ол медальдар. Әрбір марафондарға немесе жүгірудің жарыстарына қатысу арқылы сіз міне осындай кішкентай медальдарды жинасаңыз болады. Бұл медальдар сіздің мақсатқа жеткендігіңіздің белгісі және де келесі бір жарыстарға қатысу арқылы және оны табу арқылы өзіңіздің одан сайын мықтырақ, күштірек және жылдамырақ болып келе жатқандығыңызды түсінесіз. Және сізде де осындай медаль алсаңыз болады. Бұл әзірше менікі және сізге беретін түрім жоқ. Себебі бұл менің мотивациям және осымен мен мақтанамын. Сізге де осындай медальдар және де өзіңіздің мақсатқа жетуіңізді көріп, көзіңізбен көріп, жүрегіңізбен сезу керек болса, онда сіз де қатысыңыз. Сіз де бір күні мені медальдарыңызбен қуандырыңыз. Мен басында 0 километрді жүгіре албайтынмын. Яғни бір орында тоқтап тұрдым деген сөз. Иә, солай. Міне, сондай 0 километрден ұзақ қашықтықтарға қалай жүгіріп үйренгенін білгіңіз келсе, онда мен келесі видеоларда өзімнің жүгіру планымның қандай болғандығын және қалай бастағанымын, қиыншылықтарды қалай жеңгендігімен сізбен бөліскім келеді. Әрине, мен ешқандай да маман емеспін. Ол менің жеке тәжірибем және жеке тәжірибеме сүйене отырып, сізге кеңестер айтқым келеді. Егер де сол туралы сізге қызық болса, онда төмендегі сілтемені басу арқылы менің каналыма жазылыңыз. Сөйтіп, менің ешқандай видеомды бош бермейтін боласыз. Бізде әлі келе жатқан жылда қаншама тамаша видеолар болады.